Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Бүгін сіздермен 2 алмадан жасалатын печеньемен бөліскім келді. Мини шарлотка десек те болады. Өте жұмсақ, дәмі де керемет. Шаймен асыққанда тез-тез дайындалатын печеньенің рецептімен сіздермен бөліскім келді. Ол үшін 2 дана жұмыртқа, шай қасықтың ұшымен тұз араластырып аласыздар. 100 грамм қант, құмшекер жақсылап араластырып аламыз, құмшекеріміз ерігенше. Бөлме температурасында тұрған сары май қосасыздар, болмаса кішкене газға қойып ерітіп алсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуларыңызды ұмытпаңыздар. 1 шай қасық қопсытқыш разрыхитель, жарты шай қасық ванилин. Өте керемет болып шығады. Өстіп жақсылап араластырып аламыз. Сосын електен өткіздіріп 200-250 грамм ұн қажет болады. Венчикпен араластырамыз. Жақсылап барлық ұнды бір қалыпты массаға келтіріп араластырып аламыз. Қамырды илемейміз, осындай бір массада болады. Сұйықтау, қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес қылып илеп аламыз. Менің каналымды көргендеріңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Енді орташа 2 дана алманы аламыз. Сыртын ашып қосқанды жөн көрдім. Негізі қабығымен де қоса берсеңіздер болады. Осы печеньенің құрамын мен видеоның астына рецепттерін бәрін жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Қабығын ашып, майдалап, 4 бұрышты етіп, 2 алманы турап аласыздар. Турап аламыз. Дайын болған алмамызды қамырымызға қосып араластырамыз. Жақсылап басын біріккенше араластырып аламыз. «250 грамм ұнды түгелдей қолданасыздар. Осындай қалыпта болу керек. Енді табамызды сары маймен майлап алдық. Майлап аласыздар. Үстіп қасықтың көмегімен осылай салып форма жасап аламыз. Араларын ашық-ашық қып саласыздар. Бұл көтеріледі. Форма етіп, форма жасап, барлығын салып аласыздар. Қызып тұрған тавада 180 градуста пісіріп аламыз 15 минут. Тезде дайын болады. Өте жұмсақ. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Менің видеоларымды көріп, комментарий жазғандарың үшін. Барлықтарыңызға ас болсын.